Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын хит болған восточный пирог жасайтын боламыз. Рецептіні өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қантты салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Біздің сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ болуы тиіс. Енді соған бір жұмыртқаны салып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң алдын ала елеуіштен өткен ұнымызды саламыз. Барлығын бірден. Содан соң жарты шай қасық разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр елеп шығамыз. Барлық заттың мөлшерін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізде осындай өте жұмсақ, жұмыс жасауға ыңғайлы керемет қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды бірден майланған немесе пергамент қағаз төселген формаға салып, бортиктарын шығарып, жайып алатын боламыз. Қамыр жұмыс жасауға өте ыңғайлы, жұмсақ керемет болып шығады. Шетіне осылай міндетті түрде бортиктарын шығарып, қамырды тегістеп, жайып аламыз. Соңында осылай шет-шетін тегістеп жіберсеңіздер болады. Мінекей осылай дөңгелек етіп жайып алғаннан соң, енді кезекте мейіз керек болады. Мейізді осылай біркелкі етіп салып шығамыз. Одан соң бізге грек жаңағы керек болады. Жалпы достар, үйіңізде қандай жаңағы сухофрукты бар, соның барлығын қоса берсеңіздер болады. Содан соң мен жаңағы кептірілген өрікті турап қостым кішкене. Мінекей осылай болып шығады. Енді осының үстіне сгущенка қосатын боламыз. Біздің сгущенкамыздың сапасы сапалы болуы тиіс. Рогачев немесе Три желания, Диповский сгущенкаларын қолданғандарыңыз жақсы болады. Бір тегістетіп үстіне осылай жайып шығамыз да, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирог осылай әдемі болып пісіп шығады. Толықтай суығаннан соң формасынан шешіп, кесіп жей берсеңіздер болады. Ас болсын достар. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.